Тұрдың ба, Фариза? Саламатсыз апай. Саламатсыз ба, қосылдың ба? Қосылып тұрмын. Қазір. Егер этот видеоны қосам десең? Жазып алайын деген. Болады. Қазір мен это. Screen record деген. Excel'ді қазір қосайын. Так. Дайынсың ба? Мен саған сосын Excel'дегі барлық түсіндіргенімді жіберем ғой саған. Мынау қазір апай? Я? Мен ана screen record бар ғой, типа видеоды жазып қалайын деген, сосын сізден не сұрау керек екен? Не ғой, қалай еді? Мына видеоны саған бәрібір жіберем ғой. Менде запись болады. Все, хорошо. Запись жүріп жатыр, ол екі рет жүргізудің қажеті жоқ. Так, бұл жерде бухгалтерлік есептен қайталадың ба өзің? Қайталанға уақыт болмай кетті, кешіріңіз. Бүгін бұйыртса қайталайын кешкісінде. Бірге, Просто ұмытып қалған жоқсың ба дегенім ғой. Бізде өткен жолы айтып кеткенбіз, қазір мен мына жерде ағам мына жақта тұра берсін. Типтік счеттар жоспары деген бар, бізде. Бухгалтерлік балансты көрсетейін. Так. И счеттар жоспары. Барлығын аша салайын. Так, кішкене қайталау керек та. Қазір. Өткен жол ең басты түсіндің ғой, бізде бухгалтерлік есепте ең бастысы бухгалтерлік баланс. Яғни бухгалтерлік баланс дегеніміз бұл жердек счеттар жоспары деп тұр екен ғой. Так, счеттар жоспары бізге керек емес, бізге бухгалтерлік баланс әзірше. Бухгалтерлік баланс дегеніміз кез келген айдың басына бухгалтерлік баланс жасалады, кәсіпорынның қаржылық жағдайын көрсетеді. Активтер және пассивтер. Бухгалтерлік баланста бізде актив жиыны тең пассив жиынына. Актив пен пассив дегеніміз не? Пассив бұл салған қаражат, актив жалпы ақша алып келетін, қайда біз ол қаражат салдық, сондай сұраққа жауап береді. Мысалы, мына жерде ақша қаражаттар деп тұр, ақша қаражаттар бізге табыс алып келеді. Ал қай қаражаттан салғанымыз капитал, яғни өзіміздің меншікті қаражаттан салдық, капиталдан. 8 миллион қаражат салдық, бәрін ақшаға айналымға салдық. Енді активтер мен пассивтер жалпылама типтік счеттар жоспарында көрсетілген. Көрініп тұр ма типтік счеттар жоспары? Көрініп тұр. Бірінші бөлім активтер, екінші бөлім активтер, үшінші бөлім пассив. Актив деген айтып кеттік. Актив бұл табыс алып келетін ресурстар. Активті счеттар бірінші бөлімде және екінші бөлімде көрсетілген. Үшінші бөлімде пассивтер, яғни бұл қарыздар. Өткен жолы түсіндіріп кеткен, қарыз дегеніміз не? Яғни басқа кәсіпорындарға немесе жеке тұлғаларға, жұмысшылардан басқа қарыздары. Қысқа мерзімді 1 жылға дейін және ұзақ мерзімді 1 жылдан астам қарыздары. Капитал дегеніміз кәсіпорынның құрылтайшылары салған қаражаттары. Және 6-шы бөлім, 7-ші бөлім, 8-ші бөлім бухгалтерлік баланста көрсетілмейді. Олар бухгалтерлік баланста бөлек 57-10, 56-10 счеттарға ауысады. Шығыстар мен кірістер жиыны есептеледі, шығыстар жиыны есептеледі және айырмашылығы көрсетіледі. Егер кіріс шығыстан асып кетсе, пайда деп есептеледі. Егер шығыс
кірістен асып кетсе зиян деп көрсетіледі. Және мынау 56, 10 деген счетқа жабылады. Так, енді мына жерде есепті қарастырайық. Өткен жолы айтқанбыз, бухгалтерлік баланста 4 түрлі өзгеріс қана болуы мүмкін деп. Бұл активтің көбеюі, дебет бойынша, пассивтің азаюы, активтің азаюы тоже кредит бойынша. Яғни, екі активті счет болса, біреуі дебет бойынша көбейеді, екінші дебет бойынша азаяды. Мына жерде мен жазып қойдым. Активті счет, дебет көбеюі, кредит азаюы. Пассивті счет, керісінше, дебет азаюы, кредит көбеюі. Және үшінші және төртінші түрлі операция болады. Егерде бір счет активті, екінші счет пассивті болса, екеуі бірдей көбейеді, немесе екеуі бірдей азаяды. Және көбейгені біз мына жерде дұрыс жазбаппын, мына жерде Б минус, мына А минус. А минус. Яғни активтің көбеюі дебет бойынша жазылады, пассивтің көбеюі кредит бойынша жазылады. Және пассивтің азаюы дебет, мына жерде тұр ғой, пассив азаяды. Дебет, активтің азаюы кредит. Осындай төрт-ақ қана түрлі операция болады. Басқа операция бухгалтерлік есепте болмайды. Енді көрсету үшін операцияны бірінші мына счеттарды не істеп көреміз, жазып көреміз, дебет кредитін операциясын. Мысалы, ағымды счеттан кассаға келіп түсті дейді. Мысалы, 200 мың. Ол үшін 10-30 болады екен. 10-30 ағымды счет бар ғой алдыңда. Касса 10-да 10. Касса 10-да 10. Есептеу үшін нені білу керек? Біріншіден, мына екі счет номерін таптық. Біреу касса, біреу ағымды счет. Енді табамыз. Екеуде активті. Қайдан білдік активті екен? Себебі бірінші бөлім толығымен активті. Енді қайсы көбейді, қайсы азайды? Қазір ақша ағымды счеттан кассаға келіп тұр. Касса көбейді, ағымды счет азайды. Касса көбейді. Мен аяқта плюс дей берейін. Ағымды счет азайды. Яғни, біз ағымды счетті мынау егерде былай қарастырсақ, кассаны қайда? Дебет болады. Дебет не болады? Касса болады, Касса болады, Дебет касса, кредит, ағымды счет, кредит болады. Бұл жерде бухгалтерлік проводка міндетті түрде құжатта көрсетіледі. Оны отдельностен бүгін өткеннен кейін отдельностен көрсетеміз. Келесі. Кассадан еңбек ақы берілді. Касса 10 и еңбек ақы қазір. Еңбек ақы бұл кәсіпорын жұмысшылардың алдындағы қарызы. Яғни бұл бірінші, екінші бөлімде болмайды, тек үшінші немесе төртінші бөлімде. Бұлайынша төртінші бөлімде де болмайды, себебі қысқа мерзімді болады қарыз, ұзақ мерзімді болмайды. Үшінші бөлімде қарасаң, кредиторлық берешекке жатады. 33-50 дұрыс. Яғни қысқа мерзімді жұмысшылар алдындағы кредиторлық берешек. Кредиторлық дегеніміз, яғни кәсіпорын қарыз. Сен кәсіпорын болсаң, кәсіпкер. Кәсіпкердің қарызы. Енді қандай актив, касса актив, Кассадан минус болады, ол тоже минус болады. Минус. Именно минус. Нені білдіреді? Кассадан ақша кетті. Қарыз азайды. Қарыз азайды, дұрыс. Яғни, кассаны қайқа жазамыз? Дебет немесе кредит? Кредитке. Касса кредит, дұрыс.
еңбекақы дебет. Еңбекақы дебетке. Дұрыс. Келесі. Оқысаң болады, ағымды шотқа сатып алушылардан аванс келіп түсті. Ағымды шот ол 10-30 болады. 10-30. 17-10 болады. Так, 17-10 дұрыс. Алынған аванс дұрыс. 17-10. Так. Яғни, екеуі де қандай? Актив, е? Аха. Актив. Яғни, екеуі де актив болса, біреуі көбейеді, біреуі азаяды. Қайсы көбейді, қайсы азайды? Ағымды шот көбейді, аванс азайды. Дұрыс. Ағымды шот көбейді, аванс азайды. Дебет. Ағымды шот дебет. Ағымды шот дебет, аванс. Тоқтай тұр. Ой, мына жерде кішкене қате екен. 17-де 30 болмайды бұл жерде. Себебі сатып алушылардан аванс біз бермейміз, сатып алушыға біз аламыз авансты. Алынған аванс 35-те 10 болады. Пассив. Неге? Себебі қара, сатып алушылардан аванс алдық. Аванс алған кезде біздің қарызымыз көбейе ме, азая ма? Көбейеді. Көбейеді, яғни ол пассив. 35-те 10 болады. Егер керісінше берсек авансты, онда не болады? Қалай еді? Актив болады не жаңағы? 17-те 10. Егер біз басқаларға аванс берсек, онда актив болады. Ал мына жерде біз басқалардан аванс алып тұрмыз. Сол үшін пассив болады. Себебі біз әлі тауарда берген жоқпыз, қызметте көрсеткен жоқпыз, қарыз болып тұрмыз да? Келесі. Ағымды шоттан жер салығы төленді. Жер салығы төленді. Ағымды шот ол 10-30 жер салығы. Салықтар қай бөлімде көрсетіледі? Шығыстардан көрсетіле ме? Қарыздарда көрсетіледі. Пассив. Пассивте. Жер салығы ол 31-60 екен. 31-60, дұрыс. Енді бұл жерде бір шотымыз актив, бірінші бөлімнен, мына шот бөлім пассив. Так, қандай өзгеріс болды? Ағымды шот азайды. Азайды. Жер салығы төленіп, тоже азайды. Азайды, дұрыс. Қайсыны қайда жазамыз? Кредитке активті жазамыз. Дұрыс. Кредитке активті жазамыз. Дебетке пассивті жазамыз. Пассив, яғни қарыздың төленгенін көрсетеміз. Келесі, жабдықтаушылардан тауар келіп түсті. Тауар келіп түсті. Тауар жеткізушілерден тауар келіп. Тауар 13-30 бола ма? 13-30, дұрыс. Біз жеткізушілерге сонда қарыз боламыз ғой, иә? Қарыз боламыз, дұрыс. Жеткізушілерге қарыз боламыз. Бірақ тауар келіп түсті ғой. 33-10 болады, иә. Бізге тауар келіп түсті, онда актив қосылады. Плюс болады актив. Қарызымыз тоже көбейеді, и пассивте плюс болады. Дұрыс, дұрыс. Дебетке актив кіреді, кредитке пассив кіреді. Дұрыс. Наяқта кезген соманы әзірше жазып салайын. Дұрыс, өте жақсы. Келесі, ағымды шоттан жабдықтаушыларға төленді, жаздық, оны? Тоқтай тұр. Тоқтай тұр. Ағымды жабдықтаушыларға келіп түсті. Дұрыс, ағымды шоттан жабдықтаушыларға төленді. Келесі операция. Төленді деген қарыз қайтардық деген ғой, иә? Дұрыс, қарыз қайтардық. Ағымды шот ол
10 болады. Ағымды счет 10, 30. 10 касса ғой. 10-30 ағымды счет. Жабдықтаушылар. Апай қарыз неге кіреді ғой демек, қысқа мерзімдіге? Қысқа мерзімдіге. Бұл жерде айтылмаған ғой ұзақ мерзімді деп. Қысқа мерзімді берешек. Жабдықтаушылар, мердігерлер, поставщик. Қысқа мерзімді аванстар 35-10 бола ма? Жоқ, бұл аванс деп айтылған жоқ қой бұл жерде. Бұл жерде жазылып тұр, жабдықтаушыларға төленді дейді. Аванс болса, аванс деп аталатын еді. Жеткізушілер мен жабдықтаушылардың алдындағы кредиторлық берешек. Алдыңғы жаңа тауарды кімнен қабылдадың? Тауарды поставщиктен. Я, дұрыс. Сол поставщиктің счеты 33-10 болады ғой. Жабдықтаушы, жеткізуші бәрі бір. Аха. Так, мына жерде жабдықтаушылар төленді болса, бізде актив азаяды. Актив азаяды. Пассив тоже азаяды, дұрыс. Қайсын қайда жазасын? Дебитке пассив жазам, и кредитке актив жазам. Дұрыс. Мына сомалары неге төлемдерге байланысты ғой. Келесі. Сатып алушылардан кассаға келіп түсті. Кассаға 10 сатып алушылардан. Я, 10. Сатып алушы клиент болады ғой, я? Клиент. Клиенттен. Сатып алушыға керісінше дебиторлық қарыз болады да, яғни ол бізге қарыз. Я. Ол бізге қарыз. Қай бөлімде деп жатсың? Пассивтің несінде? Пассивте қарамайсың ғой, клиент. Қара, клиент бізге қарыз ғой. Ол пассив бола ма? Ол актив болмай ма? Я. Дебиторлы берешек. 12-50 бола ма? 12-10 болады сатып алушылардың қарыздары. Сатып алушы. Я. Бізге қарыз сатып алушы. 12-10. Так. Касса актив, 12-10, ол да актив. Бірінші бөлім, е? Так, қалай өзгеріс болды бұл жерде? Кассаға келіп түсті, касса көбейеді. Дұрыс. Сатып алушылар бізге қарызы азаяды. Дұрыс, я. Сатып алушының қарызы азаяды. Так, дебет. Я. Дебит ол касса болады. Касса, дұрыс. Кредит ол қарыз. Бізге қарызы. Аха, дұрыс. Так, келесі. Ой, мынау кімнен төлемдер келіп түскен жазу. Кассадан, дұрыс. Так. Кассадан қысқа мерзімді ғимаратты жалға алу төлемдері келіп түсті. Кассадан емес, кассаға болады онда. Кассаға қысқа мерзімді ғимаратты жалға алу бойынша төлемдер келіп түсті. Біз арендаға беріп қойдық деген сөз ғой. Я. Яғни екі счет бұл жерде, я? Біріншісі қандай? Екеуде активтен іздейміз, біріншісі 10. Неге актив? Біз ғимаратты біреуге жалға бердік. Я. Я, дұрыс, актив ол бізге қарыз болады. Дұрыс.
Касса қандайшы? Касса? 10. Дұрыс. Ой. 10. Енді қандай берешек болады? Жал төлемдері бойынша дебиторлық берешек болады. Дебиторлық. 12.60 бола ма? 12.60 дұрыс. Себебі біз жалға бердік. Иә. Мынау да актив, анау да актив. Қалай өзгеріс болды? Кассаға келіп түсті, касса көбейді. Касса көбейді. Азайды. Азайды, дұрыс. Так, дебет. Дебит касса болады. Касса, дұрыс. Кредит? Кредит 12.60. Иә, қарыз азайды. Келесі. Кассадан жабдықтаушыларға аванс төленді. Касса 10. 10, дұрыс. Кассадан жабдықтаушыларға аванс төленді. Яғни, тоқтай тұр, дұрыс емес. Кассадан жабдықтаушылар, бұлай болады, кассадан болмайды, кассаға болады. Жабдықтаушылардан аванс келіп түсті болады. Жоқ, дұрыс. Бәрі дұрыс. Кассадан дұрыс. Жабдықтаушыларға біз төлейміз ғой. Бәрі дұрыс. Жабдықтаушы бізге тауар әлі жеткізген жоқ. Бірақ біз алдын ала аванс төлеп қойдық. 35 лон болады екен. Тағы бір рет ойлан. Кассаға біз төлеп жатырмыз да. Кассадан біз жабдықтаушыларға аванс төледік. Яғни алдын ала төлем жүргіздік. Иә. Бұл жерде актив болады. Себебі біз төлем жүргіздік, енді жабдықтаушы бізге қарыз болып қалды. Біз қарыз емес. Ол қарыз болды. 12.00 бола ма? Бұл жерде енді аванс бөлек көрсетіледі. Аванс. Берілген қысқа мерзімді аванс деген бола ма бай? Иә, дұрыс. 17.10. 17.10 дұрыс. Жабдықтаушыларға аванс берген кезде 17.10-ды пайдаланамыз. Дұрыс. Актив касса, аванс ол да актив. Енді қандай өзгеріс болды? Касса азайды бізде. Касса азайды, дұрыс. Аванс көбейді. Алдын ала төлем жүргізіп қойдық. Дебит аванс болады. Касса кредит. Енді соңына дейін есептеп көрейік, себебі енді түсінгеніңді түсіндім, бірақ бәрібір соңына дейін есептеп кетейік. Так, келесі. Ағымды шоттан мүлік салығы төленді. Ағымды шоттан мүлік салығы төленді. Ағымды шот бізде 10.30. Салық төленді, қазір салық. Мүлік салығы. Мүлік салығы. Барлық салықтар қандай? Таптым, 31.80. 31.80 дұрыс. Ағымды шотымыз азайды. Мүлік салығы пассив. Так, қандай өзгеріс? Актив азайды, пассив тоже азайды. Дұрыс. Азайды.
Пассив азайды. Қайсын қайда жазасың? Қазір активті кредитке, пассивті дебитке. Дұрыс. Пассивті дебитке. Так. Мысалы, мындай соңы. Так. Келесі, жабдықтаушылардан шикізат келіп түсті. Енді бұндай болды бізде, жабдықтаушылардан шикізат келіп. Шикізат, тауар емес, шикізат келіп түсті. Жабдықтаушылардан шикізат келіп түсті. Шикізат ол 13-10 болады. 13-10 дұрыс. Біз енді клиенттерімізге қарыз боламыз қазір. Бұл клиент емес қой. Клиент емес қой, бұл поставщик қой. Жабдықтаушы біз үшін поставщик болады. Сатып алушы болса, онда клиент болады. Егерде өнім берушілермен медиалер берілетін қысқа мерзімді беруші. Енді қазақшадан актив плюс болады. Пассив тоже плюс болады. Қарызымыз көбейді, Так, келесі қалай жазамыз? Активті дебитке жазамыз, пассивті кредитке жазамыз. Дұрыс. Так, келесі жабдықтаушыларға кассадан тауар үшін төленді. Актив 10 болады, жабдықтаушылар 30-10 болады, 33-10 болады. Қайсын қайда жазамыз? Мұнда төленді касса азаяды, актив плюс болады. Пассив? Минус болады. Ол да минус, екеу де минус. Яғни дебитке пассивті жазамыз. Дұрыс. Кредитке активті жазамыз. Дұрыс. Жабдықтаушылардан негізгі құрал келіп түсті. Негізгі құрал тоже шикізат емес па? Бұл шикізат емес, бұл ұзақ мерзімдіге жатады. Негізгі құралға біз айтқанбыз, көлік, ғимарат, мүлік, жер жатады. 24-10 екен. 24-10. 33-10. 33-10 дұрыс. Яғни кез келген тауар тек жабдықтаушыдан келеді ғой. Тауар болсын, жабдық болсын. Актив. Актив плюс болады. Пассив тоже плюс болады. Жоқ қазір. Дұрыс плюс. Біз алдық, қарызымыз не істеді? Көбейді. Дебет. Дебитке актив. Кредитке пассив. Пассив. Дұрыс. Так, келесі. Ағымды шотқа сатып алушылардан төлемдер келіп түсті. Актив ағымды шот. И сатып алушылардан төлем келіп түсті. Сатып алушылар. Бұл жерде аванс деп айтылмаған, жай сатып алушылар. Клиент. 33-10 бола ма? 33-10 деген поставщик. Ол бізге қарыз. Сатып алушы, біз оған қарызбыз. Сатып алушылар, ол бізге қарыз. Сатып алушы қандай счет? Ол бізге қарыз. Актив па, пассив па? Актив. Актив, яғни актив. Ол бізге қарыз. Бізде көбейеді ғой, ол қарыз болса. 12-10 екен. 12-10 дұрыс. Екеуі де актив. Яғни
Қайсы көбейіп, қайсы азайып жатыр? Счет көбейеді, қарыз азаяды. Дұрыс, счет көбейеді, қарыз азаяды. Так, бұл жерде дебет. Дебетке счетты жазамыз, кредитке қарызды жазамыз. Дұрыс, кредитке қарызды жазамыз. Так, және екеуі ағымды счеттан жұмысшыларға есепті сома берілді. Есепті сома дегеніміз, егер еңбекақыдан басқа жұмысшыларға белгілі бір тапсырма бойынша ақша берілсе, жұмысшының дебиторлық берешегі қарыз болады. Яғни, ол ақша үшін ол есеп береді. Пассивке кіреді ғой, Қара, жұмысшыларға ақша бердік жұмысшыға. Не үшін? Тапсырманы орындау үшін. Яғни, жұмысшы ол бізге қарыз болады. Ол бізге қарыз, актив. Біз алдын ала төлейміз ба? Алдымен ақшасын төлеп, сосын алады. Жұмысшыға, мысалы, базардан тауар сатып ал деп ақша береміз. Ол базардан тауар сатып алып, бізге құжат алып келу керек. Ол тауарды сатып алмағанша, ол бізге қарыз болып тұрады. Апа, егер де мындай жағдай болса, жұмысшы алдымен, мысалы, суббота, воскресенье негізі жұмысқа шықпайды ғой, бірақ олар суббота, воскресенье жұмысқа шығып, өздері артық жұмыс жасады. Енді олар жасаған уақытына, сағатына қарай ақшасын төлейміз. Ол кезде біз қарыз болатын еді ғой? Жоқ, біз қарыз болғанда, біз қарыз боламыз, егер жұмысқа қатысты нәрсе болса, онда кәсіпорын қарыз. Бұл жерде кәсіпорын, мысалы, жаңағы тауар сатып алу үшін, немесе қызметті төлеу үшін ақша беріп отыр жұмысшыға. Жұмыс деген үшін емес. Мысалы, жаңағы светті, газды төлеп келді. Немесе базардан жаңағы су сатып алды. Онда ол не істейді? Жұмысшы ақшаны алады, және қарыз болып қалады. Тауарды алып келгенше, ол есебін тапсыра. Тауар алып келген кезде есебін тапсыру керек. Біріншіден тауар, екіншіден құжат алып келу керек қой сол тауарға қатысты. Яғни дебиторлық берешек. 12.50. 12.50, Мысалы, сенің бастығын саған ақша береді де, базардан папка сатып алып кел дейді. Енді сен бостан-босқа папканы алмай, басқа бір нәрсені ала аласың ба? Аламайсың ғой. Бірінші папканы сатып алу керексің, екіншіден құжат талап ету керексің. Осы папкаға маған накладной жазып беріңіз, кәсіпорынға сатып алдым деген. Әкеп бересің бухгалтерияға, бухгалтерия ақшаңды қарыз емес деп сызып тастайды. Екеуі де ағымды счет минус. Ағымды счетқа минус. Жұмысшы қарыз болып қалды. Қарыз, себебі ол әлі тапсырманы орындаған жоқ. Дебетке 12.50-ді жазамыз. Кредитке 10.30-ді жазамыз. 10.30. Мысалы, там 30 мың. Ең соңғысы бұл жерде кассадан еңбекақы төленді. Кассадан еңбекақы төленді. Касса 10. 10. $33.50 бола ма еңбекақы? 33.50, дұрыс. Кассамыз минус болды. Қарызымыз азайды. Дұрыс. А минус. П минус, П минус қайда жазылады? Дебетке жазылады. Дұрыс, дебетке жазылады. А минус? Кредитке А минус жазылады. Дұрыс. Енді мына жерде жай ғана кезген сандарды жазып жатырмын. Так. Қарағыла салайын. Так. Бұл мына жерде барлығы түсінікті. Өте жақсы жауап бердің. Енді мына жерде керісінше. Счеттар берілген, мазмұнын табу керек. Қандай операция болғанын. Мысалы, біріншісі. Екі қандай счетты?
актив, касса деген кассадағы қаражат. Дебитте тұр болса, кассамыз көбейді. Дебитте тұрса, иә? Актив дебитте көбейеді ғой, көбейді. Ал пассив, актив кредитте азайды. Ағымдағы шоттың ақшасын кассаға кіргізді. Дұрыс, дұрыс. Ағымды шоттан ақша кассаға келіп түсті. Бұны жазбай ақ қоямын, өзің жазып аласың, иә? Әзірше ауызша айтып кетейік. Керісінше, екіншісі актив, иә? Ағымдағы шот. Мынау пассив. Көбейді. Екеуі актив дебет бойынша көбейеді, пассив дебет бойынша да көбейеді. Қандай операция болды? Так, өнім берушілер мен мердігерлерге берілетін қысқа мерзімді берешек. Біз ағымдағы шоттың ақшасы көбейді. 35-10 қандай шот? 35-10. Өнім берушілер мен мердігерлерге берілетін қысқа мерзімді берешек дейді. Жоқ, ол емес қой. Жоқ. Ол емес қой. 35-10-ды оқышы, 35-10. Алынған қысқа мерзімді аванстар. Дұрыс. Біз аванс алып, ағымдағы шотқа салдық. Бізге аванс келіп түсті. Кімнен келіп түседі жалпы аванс? Алдын ала төлем. Бізге тек қана клиенттер келіп түспей ма? Я клиенттен, сатып алушыдан. Яғни сатып алушыдан шотқа ақша келіп түсті, аванс, алдын ала төлем. Мына актив дебет бойынша көбейеді. Мынау актив кредит бойынша азаяды. Қандай операция болды? Бізге клиенттер қарызын төледі. Қайда төледі? Кассамызға. Дұрыс. Мына жерде пассив азайды және актив не істеді? Актив кредит бойынша? Актив тоже азайды. Азайды, дұрыс. Мазмұны? Сатып алушылар, клиенттеріміз қарызы азайды. Клиент емес қой, 33-10 деген не? Поставщиктер. Поставщик баяқтай. Я, дұрыс. Кассадан поставщикке ақшаны төледік. Дұрыс. Мұна енді ұқсас. Бірақ қайдан төленген? Ағымды шотқа төледік мұнда. Ағымды шотқа емес, ағымды шоттан жабдықтаушыға төледік, поставщикке. Актив плюс, актив минус. Так, қандай операция? Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек бізге нені жалдау ақшасын ағымды шотқа төледі. Дұрыс, иә. Яғни біз өзіміздің мысалы ғимаратымызды жалға бердік, сол жал төлемі ақша келіп түсті. Ғимарат болуы мүмкін, көлік болуы мүмкін, кез келген негізгі құрал. Жалдау ақшасы. Так, пассив азайды дебет бойынша. Актив тоже азайды. Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек. Біз басқалардан жалдау баттырмыз мұна жерде. Ағымды шоттан басқалардан жалдаған затымызды төледік. Дұрыс. Так, келесі. Актив дебет бойынша плюс, пассив плюс. Кредит бойынша плюс 24.
негізгі құралдар. Негізгі құралдар көбейді. Пассив 33 10. Өнім берушілермен беретін қысқа мерзімді берешек. Біз алдын ала поставщиктен затымызды алдық. Не, поставщиктен жай ғана былай алдын ала алған жоқпыз, просто ол келіп түсті. Бізде болат есепте есепке алу қағидасы бар ғой. Кез келген нәрсені біз біреуден алсақ, қарыз көбейеді. Қарыз көбейеді деп жазамыз. Дұрыс. Жабдықтаушылардан негізгі құрал келіп түсті. Дұрыс. Келесі актив плюс и пассив тоже плюс. Иә? 13 30 ағымдағы 33 10. Өнім берушілермен беретін қысқа мерзімді. 13 30. Бізге тауар келіп түсті. Дұрыс. Поставщикке. Дұрыс. Так, енді мынау. Так, пассив минус, актив та минус. Так. 33. Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек. Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек. Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешегіміз азайды. Яғни оны төледік. Біз неден ағымдағы шоттың ақшасын соған төледік. Дұрыс. Өзге дегеніміз, яғни мысалы не болуы мүмкін, жаңағы алимент төлейтін жұмысшылар болуы мүмкін, солардың алименттерін ұстап қалдық, немесе несиелерін ұстап қалдық, соны төледік. Так. Келесі актив минус, актив, дұрыс жаздым ба? Біріншісі актив плюс болады. Актив плюс, актив минус. Берілген қысқа мерзімді аванстарымыз көбейеді. Ағымды шоттан аванс бердік. Дұрыс. Кімге төледік авансты? Біз авансты тек қана жеткізушіге төлей аламыз. Яғни поставщикке. Келесі. Дебит актив плюс. Актив минус. Дұрыс па? Дұрыс емес қой. Мына жерде тоже плюс болу керек. Мен шатасып кетіппін. Пассив бойынша кредит плюс болады. Жоқ, апа, мен астындағысына төледім. 12.50 дегенді. Жоқ, мен шатасып кеттім. Мен шатасып кеттім. Так, 72-де 10, 33-де 10. Қалай болады? Жаңа оны жасамадық па? Жоқ, жасамадық. 72-10 деген қандай шот? 72-10. Әкімшілік шығыстар. Әкімшілік шығыстар. Апай, 72-10 деген актив екен. Бұл жерде былайынша жабдықтаушыдан біз тауар қабылдаймыз ғой көбінесе. Бірақ егер қызмет қабылдасақ, оны шығысқа жатқызамыз. Себебі қызметті біз қоймаға саламаймыз ғой. Шығыс ретінде көрсетеміз. Және жабдықтаушылардан қызмет келіп түсті. Так, оны бөлек тағы өтеміз. Актив болады, актив плюс актив минус. Мерзімді дебиторлық берешек. Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешек. Кассадан қызметкерлерге ақша бердік, что балалар тапсырма бойынша.
дұрыс, бірінші есепті шығардық, бәрі дұрыс. Енді мына жерде мынандай бір есеп шығарамыз. Былайынша жақсы түсіндің, молодец. Ең бастысы түсініп кеткенің нені білу керек? Актив, пассив. Актив тек дебет бойынша көбейеді, актив кредит бойынша азаяды. Пассив дебет бойынша азаяды, кредит бойынша көбейеді. Мына 4 операцияны жаттап алу керек. Енді екінші есеп, кез келген активті счетта және пассивті счеттарда қалдықтар болады. Қалдықтар болады деген, мысалы, жаңағы, мысалы, бухгалтерлік баланс, қысқаша кішкентай ғана. 10-30 ағымды счет. Бірінші наурыз күні 600 000 теңге болған екен. 1000 теңге де көрсете салайық. Так. 1000 теңге. Сау бол. Так, 600 000 теңге. Так. 1000 теңге деген түсіп қалды ғой бәрібір. Ладно. Так, 1000 теңгемен көрсетілген. Яғни, нені білдіреді? Айдың басында 1 наурыз күні мына счетта 600 000 теңге ақша болды деген сөз. Қалдық, неге қалдық деп аталады? Себебі біздің есебіміз айдан айға не істейді? Көшеді ғой. Көшкен кезде қалдық пайда болады. Мысалы 13-те 30 бұл тауар бойынша қалдық. Мысалы қоймада 30 000 теңгеге тауар бар деген сөз. 24-те 10 деген негізгі құрал. Мысалы көлік. 130 000 теңгеге көлік бар. Мына жерде 1000 теңге деп бәрібір жаза салайын. 1000 теңге. 1000 теңгемен көрсетілген. 1000 теңге деген бізде алдыңғы 3 нөлі бар деген. 3 нөлі бар деген сөз ғой. Мысалы 600 емес, 600 000 деген сөз ғой. Сонда активті счет бойынша мысал келтіретін болсақ, мысалы, енді кассамен кез келген адам жұмыс істеген шығар. Былай, активті счет бойынша мынаны қазір көшіре салайын. Мына жерде көрсете салайын. Актив счеттар бойынша, әр счет бойынша ай сайын қалдықтар көрсетіліп отырады. Мысалы, касса. 10-10. 10-10. Так, мысалы, күнделікті есептеуге болады, немесе жаңағы ай сайын күнделікті есептейік. Күннің басында кассада өзіңде ақша болды, мысалы, 5000 теңге дей салайық. Мысалы, 5000 теңге болды. Кассаның көбеюі біз дебет бойынша жазамыз. Сондықтан оның қалдығы бастапқысы дебетте тұрады. Бастапқысы. Яғни, күннің басында сенде 5000 теңге болды. Енді күннің ішінде сатып алушылардан ақша келіп түседі. Келіп түскен ақшаны қайда жазасың? Дебетке ма, кредитке ма? Көбею. Дебетке жазасың. Мысалы, 20 000 түсті. Сосын барып 50 000 түсті. Екі рет түсті. Так, одан басқа тағы, так. Енді қанша жалпы түсті сонда ақша? Дебеттік айналым деген 70 түсті, 70 000 түсті, Плюс жалпылама 70 000 ақша дебеттік айналым болды. Айналым деген неге айналым деп аталады? Себебі осы күннің ішінде айналған ақша ғой. Біз төледік жабдықтаушыға. Мысалы, жабдықтаушыға қарыз болды, 40 000 дей салайық. 40 000 төледік, оны кредитке жазамыз. Кредитке жазамыз. Сосын тағы бір нәрсеге төледік 2000. Мысалы, салық төледік. Бұлайынша салықты бірақ кассадан төлемейді, салықты тек счеттан төлейді. Ағымдағы счеттан төлейді. Мысалы, тағы бір төлемдер жүргіздік, жал төлемдерін, авансын төледік па, сонда бізде айналым 42 000, кредиттік айналым. Яғни, кредит бойынша кеткен ақша, азайған ақша. Енді соңғы қалдықты қалай есептейміз, соңғы қалдықты? 75 000 минус 42 000 болады. 5 000 қосу 70 000. 70 000 минус айналым кредиттік. Яғни
соңында бізде 66, так, 663 мың. Значит, 700 мың деп қойған екен ғой, 700 мың. 700 мың келіп түсті, 42 мың ғана төледік, 663 мың соңғы қалдық шықты. Бұл активті шот бойынша түсінікті, активті шот бойынша қалай соңғы қалдық есептеледі. Енді пассивті шот бойынша да. Соңғы қалдық деген не? Айдан айға біз баланста қарыздарымызды және активтерімізді есепке алып отырамыз. Қайсында тағы ақша бар, қайсында қарызымыз қалып қойды деген сөз ғой, қалдық. Енді мысалы пассив. Еңбек ақы бойынша қарызымыз бар айдың басында. Мысалы 200 мың. Ол қарызды біз кредитке жазамыз. Неге? Себебі қарыздың көбею кредит бойынша көбейеді ғой. Кредит бойынша көбейеді. Енді айдың ішінде тағы біз не істедік? Тағы осы 33-50 дей салайын. Еңбек ақы. Пассивті шот. Тағы екі адамға айлықты есептеп қойдық. Төлеген жоқ мысалы, есептедік. Мысалы біреуіне 100 мың, екіншісіне 250 мың. Яғни айналымыз, кредиттік айналым дегеннен білдіреді. Қарыз көбейді тағы. Тағы 350 қарыз болып қалдық. Енді осы айдың ішінде не істедік? Қарыздарымызды өтедік. Өтеген кезде енді былай толығымен өтеген жоқпыз. 450 мыңды төледік дей салайық. 450 мың төледік. Так, 3-0 дұрыс па? Так, 3-0. Яғни дебеттік айналым 450 мың болды. Енді соңғы қалдықты қалай есептейміз? 200 мың болды. Қарызымыз 350 мыңға көбейді. Және төлегеніміз 450 мың. Соңғы қалдығымыз, тоқта тұр, 200 мың, сен 200 мың плюс 350 минус 450. 100 мың қалды, 100 мың қалды қарызымыз. Бұлай есептесек те болады. Қалай еді? Так, 200 мың минус 450 плюс 350, ешқандай қате болмайды. Яғни пассивті шот бойынша қалдықтар кредит бойынша көрсетіледі. Бұл нені білдіреді? Келесі айда бізде тағы еңбек ақы бойынша 100 мың қарыз қалды деген сөз ғой. Ол баланста тұрады. А мына нені білдіреді? Кассада келесі айға қалдық 663 мың теңге бар деген сөз. Енді есепті шығарайық. Мысалы, айдың басында 1 наурыз күні бізде осындай баланс болған. 750 мың теңге, 3 шот актив бойынша и 3 шот пассив бойынша. Баланс тепе-тең, яғни баланс үнемі тепе-тең болады. Мына жерде ағымды шотта 600 мың, тауар 30 мың, негізгі құрал 130 мың. Енді пассив бойынша мынау 30 салық, көлік салығы 20 мың, жабдықтаушының алдындағы қарыз 140 мың, және алғашқы салған қаражатымыз 600 мың. Енді біз бұл балансқа қарап отырмаймыз ғой, жұмыс жасаймыз. Жұмыс жасағанда наурыз айында бізде шаруашылық операциялар болады. Шаруашылық операция дегеніміз белгілі бір іс-қимылдар жасадық. Бірінші, жабдықтаушылардан тауар келіп түсті. Қалай жазамыз? Тауар келіп түсті, бізде актив көбейеді, А плюс болады. Дұрыс, тауар көбейеді. Жабдықтаушының алдындағы қарыз көбейеді. Көбейеді, жабдықтаушы кредитке жазылады. Яғни мына жерде әзірше жазып кете берейін, сосын жатқа үйреніп алғаннан кейін жазбайтын боламыз. Актив көбейді, пассивте көбейді. Дұрыс. Жалпылама 200 мың теңге. Яғни алғашқы мынау шоттар өзгере ма? Өзгеріс пайда болады ғой, қозғалыс пайда болды. Келесі, жабдықтаушылардан негізгі құралдар келіп түсті. Құрал көбейді, 24-10 көбейді.
дұрыс. Актив плюс. Так, және кімнен келіп түсті? Жабдықтаушыдан. Қарыз көбейді тоже. Иә, жабдықтаушыдан келіп түседі. Кез келген тауар жабдықтаушыдан келіп түседі ғой. Бізге кез келген тауар болсын, қызмет болсын, келіп түссе, ол поставщиктен келіп түседі. Апай, клиенттің қазақшасы не болды сонда? Жабдықтаушылар деген поставщик болса? Клиент деген сатып алушы немесе тапсырыс беруші. Келесі, жабдықтаушыларға ағымды счеттан келіп түсті. Жабдықтаушыларға ағымды счеттан төленді, то есть. Біз жабдықтаушыға қарызымызды төледік. Дебет. Біз төледік оларға. Иә. Онда дебет мына жерде дебетке қарызымыз азайды, онда қарыз азайды, дұрыс. Жабдықтаушы азаяды. Иә. Пассив минус. Не тағы кредитке? Ағымдағы шотта ақша азаяды. А минус болады. Дұрыс. Так, үшінші операция жасалды, дұрыс. Так, төртінші операция? Ағымды шоттан көлік салығы бюджетке төленді. Жалпы барлық салықтар бюджетке төленеді. Сондықтан бюджет деген бұл жерде маңызды емес. Просто көлік салығы төленді. Дебетке пассив минус дейміз, кредитке актив минус дейміз. Дұрыс. Актив минус. Қандай актив минус болып тұр? Онда 30, дұрыс. Міне, төрт операция болды. Яғни, бұл операция неге алып келді? Бастапқы қалдықтардың өзгерісіне алып келді, Жалпылама кәсіпорында төрт-ақ операция болмайды ғой бір ай ішінде. Мысалы, 100 деген операция болады. Солардың өзгерісі бізге не береді? Бастапқы баланс қалдықтарын өзгертеді. Енді осы қалдықтарды көрсету үшін әр счет бойынша қалдықты есептеп кетеміз. Мына жерде мен жазып қойдым. Ең бірінші счет бізде 10-30. Әр счетті жеке қарастырамыз. 10-30. Мұны дедік. Так, бастап қалдықты қайқа жазамыз? Сальдо дейді. Қалдық деген латын тілден сальдо деп аталады. Бастапқы сальдо дебет бойынша жазамыз, себебі бұл актив қой. Актив дебет бойынша 600 дейміз. Біріншісі 600. Енді қараймыз, айналым бойынша 10-30 деген дебет бойынша бар болды ма? Дебет бойынша 10-30 жоқ. Кредит бойынша 2 операция бар екен. 3 және 4. Мына жерде 230 мың және 400 мың. Так, онда жазамыз. Үшінші операция 230 мың. Және төртінші операция 400 мың. Енді бұл мына жерде 600 мың дегенді білдіреді ғой, сондықтан 3-нөлін жаза салайық. Қазір дұрыс болмайды. Айналым дебеттік. Дебет бойынша айналым болған жоқ, айдың аралығында дебет бойынша вообще ешқандай өзгеріс болған жоқ деген сөз білдіреді. Айналым кредиттік бізде 630 мың. Айналым кредиттік тең дей салайық бұлай. Мынау плюс мынау. Бермейді екен, онда бүйте саламыз. Бержаны 3 деп қойдың ғой, сосын ғой. 3 пен 4. 630 мың ба? Дұрыс емес, минусқа ет қылатын болды ғой. Мен сандарын дұрыс жазбағаным ол қазір. Тоқтай тұр. Қазір көре салайын. Сандарын дұрыс жазбаппын. Өзгерте салайын сандарын. Өтірік сан кетіп қалған ау деймін. Так, очистить. Так, 50 мың. Так, 70 мың. Тоже 3 нөлсіз.
150 мың и 20. Так, енді дұрыс болады. Енді мына жерде үшінші операциямыз 150 болады. Төртінші операциямыз 20. Сонда айналымыз тең бола ма? 170. Ау? 120 мың бола ма? Ой, 20 мың бола ма? 20 мың ғой, я просто 3 нөлді азайтып көрсетіп жатырмын да, жаңағы нөлдерін көрмеу үшін. Мына жақта 600 мың, Мұнда 600 болады. Сонда соңғы қалдық неге тең болады? Соңғы қалдық қайда тұрады? Дебет бойынша ма, кредит бойынша ма? Дебет бойынша. Дебет бойынша, себебі бұл дебеттік счет. Ой, активті счет. Тең 600 плюс 0 минус 170. Так, тең 430. Ой, мынау тең шықпады ғой. Так, мына жақта тең шықпайды екен. Так, тең 430. Келесіде 430, соңғы қалдық. Яғни, келесі айдың бірінші күніне бізде соңғы қалдығымыз ағымды счетта қанша ақша қалды? 430 мың. Келесі счет бұл 13-те 30. Оны тоже ортасына былай жазамыз. Так, 13-те 30. Дебет, кредит. Так. Ойна, толып қалады екен. 13-те 30. Так, міне ортасына жазамыз. Бастап қалдығын қайқы? Дебетке, кредитке? Дебетке. Дебетке, дұрыс. Қанша болды бастап қалдық? Баланс бойынша. 30, е? Так, астына жазылайын 30 деп. Так, 30. Айналымдарды қараймыз. 50 көбейді. Так, 50 болды, басқа жоғы. Так, істей салайын. Айналым 50. И азайған айналым бар ма? Жоқ. Азайған айналым жоқ. Яғни, дебеттік айналым дебеттік келіп түскен, 50. Айналым кредиттік еш нәрсе кеткен жоқ дегенді білдіреді. 0, 0. Соңғы қалдығы сальдосы. Яғни 80. 30 қосу 50 минус 0. 80. Келесі операция. Тоже былай жазсалайын. Так, ой, дебет, кредит дегенді де жоғалтып алды ғой. Так, 24-те 10. 24-те 10, кредит, дебет, кредит. Так, бұл жерде де бастапқысын қайқа жазамыз? Үстіне шығарасыз ба? Бастапқы 24 дебет. Оны даже үстіне шықпасаң да білесің, екінші бөлім бізде не болады? Актив қой. Актив счет. Бастапқысы 130. 130, е? 130 дей салайық. Енді айналым бар ма? Дебет бойынша бір өзгерсе, кредит бойынша ешқандай өзгеріс жоқ. Дебет бойынша 70. 70, кредит бойынша 0. Айналым дебеттік, яғни дебет бойынша өзгергені 70. Кредит бойынша өзгеріс жоқ. Яғни айналым жоқ. 0. Соңғы қалдық, актив счет болғандықтан дебетте болады. Қанша? 200, е? 200. Яғни 130 қосу 70 минус 0. Айналымдарды қосасын. Так, келесі счет бізде уже 31-де 70. Так, 31-де 70, кредит. Так, бұл жерде бастап қалдық қайда кетеді? Кредитке. Кредитке, дұрыс. Себебі қарызды білдіреді. 20. Айналымды қараймыз. 30, қандай? 31-де 70. Дебеттік айналым болды ма өзгеріс? Болды. Соңғыда 20, е? Кредиттік айналым? Жоқ. Жоқ, я. Дебеттік 20 дейді.
яғни айналым дебеттік. Айналым дебеттік пассивті счет бойынша нені білдіреді? Азайғанын білдіреді. Қарыз азайды. Қарыздың азайғанын білдіреді. Қарыз қосымша көбеймеген 0. Көбейгені 0. Айналым кредиттік 0. Яғни соңғы қалдық кредитте тұрады, себебі келесі айда қанша қарыз болады? Қанша болады соңғы қалдық? 0 болады. 0 болады, себебі 20 плюс 0 минус 20. Немесе 20 минус 20 плюс 0. Бәрібір. Соңғы қалдық 0. Себебі қарызды өтеп қойдық. Келесі бізде қайсы деді? 33-те 10. Жабдықтаушының алдында қарыз, 33-те 10. Бастапқысы қайқа отырады? Кредитке. Кредитке. Бастапқысы кредит бойынша бізде 140. Айналым біреу болды, 150, дебеттік айналым 150. Кредиттік айналым бар ма? 0. Кредит бойынша бар ма 33-те 10? Бар екен ғой, екеу. Екеу 50 және 70, 70 және 70. 50 және 70. Яғни дебеттік айналым бізде минус 150. Минус 150. Кредиттік айналым 120. Соңғы қалдығымыз 140 минус 150 плюс 120 тең 140. 140 минус 150 минус 10 болады. Бұлайынша өйтіп есептемейді, өткені жаңа бұл жерде 140 плюс 120 260 минус 150 110. 110. Себебі бұлай есептесек минусқа 2 қалады ғой, олай болмайды. Қарыз бірінші пайда болады, сосын төлейміз. Қарыз пайда болмаса, оны төлей алмаймыз ғой. Келесі, соңғысы 50-де 30. 50-де 30. Кредит. Бұл жерде де бастапқысы кредитке отырады. Бастапқысы қанша болды? Бастапқысы 600. Айналымда болды ма 50-де 30? 50-де 30 ешқандай өзгеріске ұшыраған жоқ. Яғни бастапқысы 600. Айналым кредиттік, яғни ешқандай көбейген жоқ, және ешқандай азайған жоқ. Соңғысы болады 600 болып қайтып түседі. Енді келесі айда біз балансты құрастырмас бұрын айналым сальдолық ведомство құрамыз. Айналым сальдолық ведомство бұл аралықты құжат, қазір айтам. Айналым сальдолық ағылшынша сальдолық ведомство. Жалпы бухгалтер үшін бұл негізгі құжат болып табылады, себебі біз айналымдарды қарап отыру үшін керек. Дебет бойынша бастапқы айналым, бастапқы сальдо деген бұл мына ең бірінші баланстағы қалдықтар. Активті счеттар бойыншаны біз дебет бойынша жазамыз. Дебет бойынша сразу салып қойдым. Пассивті счеттар бойынша кредит бойынша. Және сомасы не болады? Тепе-тең шығу керек. Мұны 760, 760. Бұлайынша бұл баланс болып табылады. Баланс. Енді айналым деген не? Айналым деген осы айдың ішіндегі өзгерістер, мына өзгерістер. Өзгерістерді айналым бойынша қараймыз. Біріншісі 0 болды.
170, 0,70, 170, иә? 0 и 170. Соңғы қалдық активті счет бойынша неде тұрады? Дебетте тұрады. Тең 600 плюс 0 минус 170. Так, 470, иә? Так, келесі екінші счет бойынша айналым бізде 50 0. 50 0. Бұлайынша бұл әрине баланс жаңағы 1С өзі есептеп береді. Бірақ біз білуіміз керек та, сонда 30 плюс 50 минус 0, 80. Келесі, так, қандай 24-те 20, иә? Так, айналым 70 және 0. 70 және 0. Формуланы лақтырам. Получается 130 плюс 70 минус 0. 200. Так, келесі енді. Так, 31-70. Айналым 20, 0. 20, 0. Бұл уже қалдық кредит бойынша болады. Так, 20, бүйтсек болады, минус 20 плюс 0. Так, 0. И формуласына соңына дейін жіберейін. Так, келесі 150 және 120 айналымдары. 150 және 120. Так, соңғы қалдығы 110 шықты. Соңғысы мына жерде айналым 0,0. 0,0 деп көрсетеміз. Соңғысы 600. Енді мына формуланы соңына дейін жіберген кезде айналымдар тепе-тең болу керек, және соңғы қалдық тепе-тең болу керек. Яғни айналым бізде кеткен ақша және келіп түскен ақша бірдей болу керек та. Мына 290 және соңғысы да тепе-тең шығу керек. Сол үшін айналым салдылық беруіміз керек, тексеру үшін. Мынау бастап қалдық дебет кредит бойынша тең, айналым дебет кредит бойынша тең, соңғы қалдық дебет кредит бойынша тең болса, яғни есебіміз дұрыс деген сөз. Енді келесі айда бізде не болды? Өзгеріске ұшырады балансымыз. Келесі айымыз бізде 4-ші ай. Яғни 4-ші айдың 1-ші күніне мынандай басқа баланс шықты. Яғни соңғы қалдық келесі басқа балансты білдіреді. Я, мына жазамыз 430, 80 және 200. Аха. Пассив бойынша 0, 110 және 600. Так, тепе-теңдік 710, 710, мына 710, 710 шықты. Болды. Яғни бухгалтерлік жұмысымыз дұрыс деген сөз. Енді мына жерде ең бастысы дұрыс жүргізсек, барлығы дұрыс шығады. Осындай бір есепті мен онда не істеймін? Келесі күнге дейін мен саған тапсырма берем, ертеңге дейін үлгірсең, иә? Қазір онда жасайық па бір 5 минут, сосын жаңа тақырыпқа көшеміз. Аха, жақсы. Көше салайын. Қайттан жіберем қазір ссылканы.